Әл-Бақара сүресі 19-25 аяттар. Немесе олар нөсерлі жауынын алып келе жатқан аспандағы қара түнек бұлттан қорыққан жандар секілді. Күні күркіреп, найзағайы жарқылдап, қараңғылықты қамшылайды. Төбелерінен жайдың оғы түсіп өлтірердей олар саусақтарымен құлақтарын тығындап бүрісе түседі. Алла кәпірлерді осылай жан-жақтан қармап алады. Жарқ еткен найзағай олардың көз жанарын жоя жаздайды. Найзағай жарығы жер бетіне түссе, олар алға жүреді. Қараңғылық қайта басса, қалт тоқтай қалады. Егер де Алла қаласа, олардың есту, көру қабілеттерін жоқ қылып жіберер еді. Ақиқатында Алла әрбір іске құдіретті. Уа адамдар, адамзат, сендерді және сендерге дейін өмір сүргендерді жаратқан Раббыларыңа құлшылық етіңдер. Мүмкін тақуалардың қатарынан қосыларсыңдар. Ол сендерге кілемдей төсеніш етіп жерді, күмбез секілді аспанды жаратты. Аспаннан жауын жауғызып, сол арқылы жемістерді өндіріп, мол ризық берді. Енді осы ақиқат сендерге белгілі болған екен, еш уақытта Аллаға серік қоспаңдар. Егер де құлымыз Мұхаммедке түсірілгенге күмән келтіретін болсаңдар, онда кәнекей, осыған ұқсас бір сүре ойлап шығарыңдаршы. Айтқан сөздерің рас болса, Алладан басқа куәгерлеріңді шақырыңдар. Егер де бұлай істей алмайды екенсіңдер, себебі бұндайды ешқашан жасай алмайтындарың да анық. Ендеше, отыны адамдар мен тастардан болатын тозақ отынан сақтаныңдар. Ол кәпірлер үшін даярланған. Иман келтіріп, ізгі амалдар жасағандарды қуанышты хабармен сүйіншіле. Ей Мұхаммед, арасынан өзендер сарқыраған жәннат бақтары сондай тақуа жандардың игілігі үшін даярланған. Сол бақтардың жемістері берілген сайын олар, бұндайларды біз бұрын да татып едік қой, дейді. Бірақ бұл жемістердің тек түрі ғана ұқсас. Олар үшін пейіште күнәдан пәк жұбайлар да бар. Жәннат олардың мәңгілік құт мекені болады.